Қалайсыздар ағайын? Қазіргі таңда көп деген қазақтарға неге қазақ тілін үйренбейсің? Неге қазақша сөйлемейсің? Неге қазақ тілінде балаларыңды сөйлетпейсің? Неге қазақша балаларыңды оқытпайсың десең, барлығының айтатыны бір-ақ сылтау. Қазақстанда қазақ тіліне сұраныс жоқ. Қазақ тілін білмей-ақ Қазақстанда карьера жасауға болады. Қазақ тілінде ғылым білмейсің. Қазақ тілінде сапалы білім алу мүмкін емес. Қазақ тілінде технология үйрену мүмкін емес деген сылтау айтады. Бұның барлығы былжыраған әңгіме. Осындай сөздерді айтып жүрген адамдарда ұлттық намыс жоқ. Қазақи намыс жоқ. Мен қазақпын деген намыс жоқ ағайын. Өйткені қараңыздар, дүние жүзінде миллиондаған сығандар көшіп қонып жүр. Байқұс сыған халқының не өзінің елі жоқ, не өзінің жері жоқ, не өзінің туы жоқ. Бірақ дегенмен де бір сыған өзінің тілін ұмытпаған. Кішкентайынан бастап барлық сығандар сыған тілін үйреніп алған. Немесе шешен бауырларымызды алайық. Өкінішке орай қазіргі таңда тәуелсіз шешен мемлекеті жоқ. Немесе бір шешен тілінде керемет ғылым дамып жатыр. Немесе шешен тілінде керемет бір технология дамып жатыр деп айта алмаймыз. Бірақ дегенмен де соған қарамастан шешендер өздерінің тілін керемет біледі. Яғни бұл ненің көрсеткіші? Өзіңнің туған тіліңді білу үшін оған сұраныс керек емес. Өзіңнің туған тіліңді білу үшін ол тілде ғылым, технологиялардың дамуы керек емес, қажет емес. Өз тіліңді меңгеру үшін бір-ақ нәрсе керек. Ұлттық намыс керек. Сондықтан да қазақ тілін үйренбей, қазақ тілінде сапалы білім алу мүмкін емес, қазақ тіліне сұраныс жоқ деп айтып жүрген адамдар намысы жоқ, намыссыз, ұлттық намысы жоқ адамдар деп айтуға болады. Сондықтан да ағайын, сылтаулатпаңыздар. Ұлттық намыс жоқ деп бетке айтыңыздар. Қазақ тілін неге үйренбейсің? Неге балаларың қазақ тілінде білім алмайды десе, менің бойымда ұлттық мен қазақпын деген намыс жоқ деп шындықтарыңызды айтыңыздар. Ғылым дамымайды, білім алу мүмкін емес деп. Сонда не, сыған тілінде бір керемет дүние жүзінде технология дамып жатыр ма? Немесе сыған тілінде бір керемет сапалы білім алуға бола ма? Немесе шешен тілі қазақ тілінен асып түсті ме осы ғылым жағынан? Жоқ ағайын, ондай жоқ. Бірақ шешендер мен сығандардың бойында ұлттық намыс бар. Осыны олар білет. Сондықтан да кішкентай кезінен бастап намысшыл сығандар, намысшыл шешендер туған тілін меңгеріп алған. А біз осы қазақ тілін білмей жүрген қазақтарда ұлттық намыс жоқ деп айту керек ағайын.